Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге холодец жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, әрі буындарға да пайдасы зор. Жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Алдымен сиырдың аяқтарын алып, қалып қойған түктерінен жақсылап тазалап, жуып алу қажет. Кейіннен аяқтарды қазанға немесе кастрөлге салып, батып тұратындай су құйып, қатты отта қайнағанша күтеміз. Қайнап болған соң суын төгіп тастап, басынан су толтырып, тағы да қайнатамыз. Қайнаған соң бетіндегі көбігін алып тастау қажет. Егер сіз холодец майлы болған қаласаңыз, бұл суды төгіп, басынан қайнатсаңыз болады. Осы кезде үстіне дәміне қарай тұз, 3 бас чеснок немесе пияз, түрлі дәмдеуіштер мен қаламұшша сәбіз ет салсаңыздар болады. Менің холодецім 7 сағатта осылай жұмсақ болып пісіп дайын болды. Енді аяқтарды бөліп алып, майдалап турап шығамыз. Ал сорпасын сүзгіден өткізіп, кез келген ыдысқа құямыз. Мен барлығын бір ыдысқа құйдым, сіздер кесеге түрлі формаларға құйсаңыздар болады. Етті сүйегінен ажыратып турап, сорпаның үстіне саламыз. Енді холодецті бір күнге тоңазытқышқа салып қойдым. Қатқан соң осылай басқа тысқа төңкеріп алдым. Осымен холодец дайын болды, өте дәмді болып шықты. Міне түрлі жасап көріңіздер. Видеомды лайк басып арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әлде көп рецепттер болады.